Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен осындай керемет кешкі асқа ерекше тағам жасаймыз. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен бізге тағамымызға қажетті заттар. Осындай тартылған ет қажет. Және де көкөністер, осындай үйде бар заттардан картоп, сәбіз, пияз, және де жартылай қайнатылған күріш, тұз, бұрыш татымына қарай, және де қамырына ұн, жұмыртқа, тұз, және де су қажет болады. Алдымен салмасын дайындап аламыз, яғни пияздарымызды алып, пышақтың көмегімен өте ұсақ қылып тураймыз. Майда болғаны дұрыс. Осылай пияздарымызды жақсылап турап шығамыз. Бұл тағамды бір жасап жесеңіздер, қайта-қайта жасап жегілеріңіз келеді. Өте керемет тағам. Енді тартылған етіміздің үстіне тураған пиязымызды саламыз. Пиязымыз өте ұсақ болу керек, себебі бізге домалақ формаға келтірген уақытта пияздар кедергі келтіреді. Және де осындай алдын ала жартылай қайнатылған күріш қажет. Алдын ала мен қайнатып алдым. Видео артында сіздерге көрсетілмеді. Дайындап алғандықтан осылай. Және де дәміне қарай тұз және қара бұрыш, өз қалауларыңыз бойынша тағы да дәмдеуіштер қосуға болады. Жақсылап араластырып болған соң үстіне бір жұмыртқаны салып жібереміз. Бұл жұмыртқа салу себебіміз фаршымыз бастары бірігу керек. Қазір біріктірген уақытта домалақ формаға келтіреміз, яғни тефтели. Енді тефтелиді әркім әртүрлі істейді. Мен осылай ерекше қылып жасадым. Қамырмен жасасаңыздар өте дәмді, керемет болып шығады. Яғни бұны кейбіреулер күріштің жанына ұсынады гарнирге, қайнатылған картошканың жанына ұсынады. Енді әркім өз қалауы бойынша мен қамырдың үстіне салғанды жөн көрдім. Енді қамырын дайындаймыз. Електен өтілген ұнымыздың үстіне бір жұмыртқа және де салқын су және 2 шай қасық тұз салып, кәдімгі еттің қамыры сияқты қамыр илеп шығамыз. Қолға жабыспайтын кішкене қаттылау қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болды. Мінекей дайындап қойдық. Өте әдемі, осындай тығыздықта болып шықты. Енді әркімнің ұнының сортына қарай осылай қаттылау қамыр илеу қажет. Менікі осылай шықты. Бірінші сорт болғандықтан қаттылау қылып илеттім. Енді дайындап алған салмамызды осылай қолымыздың көмегімен домалақ форма келтіреміз. Енді мен көз мөлшерімен орташа шамада жасадым. Осылай салмамыздың барлығын домалақ формаға келтіріп аламыз, яғни тефтели қылып. Енді бұл тефтелиді әртүрлі қылып жасауыңызға да болады. Егер де осыны үлкенде қылып жасап, жанына әртүрлі гарнирге ұсынуға болады. Мінекей тефтелилеріміз жасап болдық. Енді осылай бір ыдысқа ұнымызды салып, дайын болған тефтелилерімізді ұнымызға аунатып аламыз. Екі бетін жақсылап аунатып аламыз. Барлығын аунатып шығамыз осылай. Алдын ала дайындап алуымыз керек, себебі бұны қуырамыз қазір, қызып тұрған майда. Егер ұн болмаса, панировочный сухарикпен жасауға да болады. Мінекей осылай дайындап алған тефтелилерімізді қызып тұрған қазанымызға май құйып, осы тефтелилерді қуырып аламыз. Жақсылап екі бетін қызарғанша қуырып аламыз. Оттың асты қатты болмау керек, орташа отта болу керек, себебі тефтелиіміздің сырты күйіп кетпеу керек. Кішкене қуырылса жеткілікті бізге. Басында қарап тұрып, осылай екі бетін кішкене сарғайып, қызарғанша қуырып аламыз. Осылай жақсылап барлық тефтелилеріміз қуырып аламыз. Алдын ала қуырып алған жөн, себебі тефтелиіміз шашылып кетпейді, өз формасын жақсы ұстайтын болады.
барлық тефтелерімізді қызартып осылай қуырып аламыз. Мінекей дайын болды тефтелилеріміз. Енді тефтелидің салмасының яғни подливы дейді. Соған пиязымызды, картопымызды, сәбізімізді турап аламыз. Қатып қалған заңдылығы жоқ, майда ұсақ қылып турау деген. Яғни тефтелидің формасындай, яғни орташа көлемде турап шығамыз картоп сәбізімізді. Осылай барлығын турап алдық. Енді қазанымызға жаңа тефтелиді қуырған майымыздың үстіне тураған пиязымызды салып қуырамыз. Жақсылап кішкене қызарғанша қуырып аламыз. Үстіне картопымызды, сәбізімізді саламыз. Кішкене тағы да қуырып аламыз 5 минуттай. Және дәміне қарай азырақ 1 шай қасық тұз саламыз. Және де дәміне қарай мен кішкене аскөк қостым. Егер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үйде болса қосуға болады. Және де осындай 250 мл стаканымызға, яғни бокалымызға 1 шай қасық томатты қосып, жақсылап араластырып суға, сосын қуырылып жатқан картоп сәбізінің үстіне құямыз. Және қуырылған тефтелерімізді осы қазанымызға салып шығамыз. Рет-ретмен арасын кішкене алшақтау қылып, осылай салып шығамыз. Енді қақпағын жауып 25-30 минутта пісіріп аламыз. Осылай бұрқылдатып, қайнатып пісіреміз. Енді келесі кезекте қамырымызды дайындаймыз. Осындай кішкентай 2 бөлік қамыр дайындап алдым. Себебі өзіме жаюға ыңғайлы болу үшін. Мінекей дәл еттің қамырындай жайып алдым, бірақ кесілуі осындай ұзыншалап кестім. Әртүрлі формада бола береді, қатып қалған заңдылығы жоқ. Бұда мынандай формада кесу керек деп. Еттің қамыры сияқты кесуге болады, кеспе қылып та кесуге болады. Мен осылай кескенді жөн көрдім. Енді қайнап жатқан суының үстіне 1 шай қасық тұз салып, жайылған қамырларымызды қазанымызға салып пісіріп аламыз. Кішкене араластырып, қамырларымыздың барлығын салып, пісіріп аламыз жақсылап. 5-10 минут қайнатып. Ал мінекей өте дәмді, ерекше тойымды кешкі асымыз дайын болды. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, керемет тамаша болып шығады. Осы тағамды 1 рет жасасаңыз, келесі кезекте 2-ші рет жасағыларыңыз кеп тұрады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған қалам.